Қазақстанда мүгедектікті белгілеу тәртібі медициналық әлеуметтік сараптаманы жүргізу қағидаларымен регламенттелген және ол ағза функцияларының тұрақты бұзылуынан туындайтын өмірлік қызметтің шектеулерін бағалауға негізделген. Медициналық тексерудің толықтығы мен көлемін, сондай-ақ азаматтарды мәске жолдаудың негізділігін азамат тіркелген медициналық ұйымның дәрігерлік кеңестік комиссиясының төрағасы қамтамасыз етеді. Мәс сараптамасы көзбе-көз және сырттай форматта жүргізіледі. Көзбе-көз форматта қызмет алушы мәс бөлімдеріне өзі жүгінеді, ал сырттай проактивті форматта өтініш берушілердің денсаулық жағдайына қатысты дәрігерлік кеңестік комиссияның қорытындысы ақпараттық жүйелер арқылы мәс бөлімдеріне жолданады. Бұл азаматтардың сараптамаға тікелей қатысу қажеттілігін жояды. Сырттай сараптама жүргізу үшін дербестендірілмей 3 экстерриториялық мәс мамандарына жолданады. Бұл сарапшыларға ұсынылған материалдардың қай өңірге және кімге тиесілі екені белгісіз болады дегенді білдіреді. Сырттай сараптама онкологиялық аурулар, туберкулез, туа біткен және жүре пайда болған анатомиялық ақаулар, психикалық аурулар, балалардағы бірінші типті қант диабеті, мукополисахаридоз, ағзалардың трансплантациялаудан кейінгі жағдайлар, гидроцефалия, сондай-ақ қол-аяқтардың біреуінің немесе бірнешеуінің айқын салдануы, немесе терең парездер және басқа да бірқатар нозологиялық түрлері бойынша жүргізіледі. 2025 жылғы 1 шілдеден бастап кейбір нозологиялық түрлер бойынша мүгедектікті белгілеудің ерекше механизмі енгізілді. Олар аяқ-қолдың ампутациясы, Даун синдромы және мукополисахаридоз. Мәс мамандары мүгедектік тобын белгілеумен қатар мүгедектігі бар адамдарға арналған жеке абилитация және реабилитация бағдарламасын да әзірлейді.